Ассалаумағалейкум достар. Әдеттегідей байланыста мен Ақниет Нұрланұлы. Және бізде бүгін қонақта Молдабай Досымжан және Базаров Тархан. Бүгін біз воркауттан жарыс ұйымдастырмақшымыз. Жарыс шарттары қарапайым. Жарыс шарттарын қазір ағайымыз таныстырып өтеді. Ал енді жарыс шарттарымен таныстырып өтсін ағайымыз өзі. Жарыстың шарттары: бірінші, қауіпсіздік ережені сақтау. Қазіргі қысқы уақытта асты мұз тайғақтығы бар. Турниктің кәдімгі қақтақтығы бар. Бірінші қолды жылтып, темірді неғып, қауіпсіздік ережесін сақтап, қолдың күшімен 5 рет силовой, бірінші 5 рет силовой шығамыз, екінші рет кермеге татылудан жасамыз ғой. Брусьяға, екінші брусья 10 рет істеу, үшінші пойдем перевод, сол шарттарды орындау болып табылады. Ада іске сәт. Біз бұл жарыстарды уақытқа істейтін боламыз. Басталды. Уақытқа. Шығарамын. Bir қолмен шығам, алдын ала ескертемін. Tell you what I saw. When you break it off, you'll see who had it all. You had it You said you wanted to fall into oblivion. Forget about the world we're living in. Fall into oblivion, oblivion. Достар, жарыстың нәтижесін өздеріңіз көрдіңіздер. Қанша штанга гантель көтергенмен өз дене салмағымен орындалатын жаттығулардан базам төмен екені байқалды. Негізі бұл шығарылым бірінші емес, екінші шығу керек еді.
Біз бірінші бодибилдингтің жаттығуларымен жарысамыз деп шешкенбіз, бірақ белгілі бір мәселелерге байланысты бірінші осы сайысты шығардық. Ендігі сайысты бодибилдингтің жаттығуларымен жарыссын десеңіздер, комментарийға жазып отырыңыздар және арнаға жазылып лайк басып достарыңызбен бөлісулеріңізді сұраймын. Олай болса достар, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.